Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Сары, сіз қазір Тамыр станциясында біздің онлайн концертімізді, алғашқы онлайн концертімізді бақылайын деп отырсыздар және де тыңдайын деп отырсыздар. Егер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Бірінші трек бізде әрине бір амал деп аталады, содан бастаймыз. Кеттік. Yeah, check. Кеттік. Алайда мен қарап бала, өмірдегі күнді сана, көрінгенмен жарық маған, көзді жұма бастым қадам. Келме маған, елестің шексіз адам. Мағынасыз ашық ғалам, секілді бәр қарсы маған. Ойым терең, кеудем дала, үміт аламын сенен ғана. Енді адам, еріксіз сенде санам. Уақыт қайда, табылмай ма, адамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Уақыт қайда, өмір қайда, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Бір амал, бір амал, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Бір амал, бір амал, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр. Алынбайтын қамал бар ма, өмір алда алдамай ма? Сенім ұшы көк аспаннан құлап барады төмен қарай. Кеудем лаулап, келіспей қалды ғалам. Ұзап барам елден аман, қорқып барам заман жаңа. Көрінгенмен көзім дара, ойы терең теңіз санам. Сенбей маған, сенімің аппақ қалам. Уақыт қайда, табылмай ма, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Уақыт қайда, өмір қайда, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Бір амал, бір амал, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Бір амал, бір амал, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Уақыт қайда, табылмай ма, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Уақыт қайда, өмір қайда, қадамыңды қарап алда, алдыңда тұр бір амал. Жас келір демін тарап тас, теңиесің жаңа ат, менің келген арамсан, теңір елім дара. Жас келір демін тарап тас, теңиесің жаңа ат, менің келген адамсан, теңір елім дара. Жас келір демін тарап тас, теңиесің жаңа ат, менің келген адамсан, теңір елім дара. Жас келір демін тарап тас, теңиесің жаңа ат, менің келген адамсан, теңір елім дара. Бір амал, бір амал, бір амал, бір амал.
Біз эфирді жалғастырамыз достар. Рахмет бізді тыңдап отырсаңыздар. Қол шапалақты ести береміз біз сырттан-ақ. Келесі өлең енді дауылға деп аталады. Бұл өлеңнің шығу себептерінің біраз деген біздің достарымыз, туысқандарымыз, таныстарымыз рок бағытын неге таңдадыңдар, керек емес жанр, рокпен айналысудың қажеті жоқ, бұл біздің мәдениет емес дегендер көп болды. Солардың барлығын естіп арада 3 жыл өтті. 3 жыл болса да біз әлі де қайтпаймыз. Алдымызда қанша көп деген дауылдар күтіп тұрса да әлі де жүре береміз. Сондықтан келесі әуен дауылға деп аталады. Кеттік. Уақытымды менің алшы, бір күндік өмір бір ғасыр, өкпелі сырымды ашып, жүректің үнін тыңдашы. Жағасыз теңізін тасып, қалғандаймыз тым адасып, өмірдің суы да ашы, тоқтама өзгерер уақыт. Дегенмен кеудеде тірегі жоқ пенде, өзгерем мен неге күнделікті күйге, көрінбей көгімде қара құрдым бейне, жарықсыз бұл үйден шығамыз дауылға. Рок емес, әрде рэппен де айналсамыз. Кеттік, хип-хоп. Тағы бір күн, тағы да дауыл, тағы үн жоқ түніменен таңды шалып, ұйқы іздеп өзімді таңды шалып. Тағы бір күн болады ма қанағаттану, тез бастағанмен бәрі аяғы жоқ бұғымдарын жаттағанмен келдім, жаңа ойым бұзылмады. Жалын желге жанды берді мейлі, жалғыз демім жандырама деймін. Дегенмен кеудеде тірегі жоқ пенде, өзгерем мен неге күнделікті күйге, көрінбей көгімде қара құрдым бейне, жарықсыз бұл үйден шығамыз үреймен дауылға. Шегі жоқ қару, кейде мың оймен улану, теңесті қосумен алу. Әрине, рок деген бағыт ол әрқашанда оңай жол емес, бұл кішігірім арасында протест болып келеді. Бұл жанрды таңдаған себептеріміздің бірі, көптеген жастарымыз қазір атасып жүр, әлі күнге шейін білмей жүр не істерін. Сондықтан біз осы әндерімізбен бірге сол жастардың қазіргі не сезініп жүргенін, қандай ситуацияда жүргендерін көрсеткіміз келген. Келесі әндердің бірі ғалам деп аталады. Біз бұл әнімізбен рок жанрын тек Қазақстан емес, бүкіл әлем бізді тыңдаса екен деген үмітпен шыққан өлеңдердің бірі ғалам. Кеттік. Көрімдеген көркің дара жарығым, сен іздеген
айналамда қара бұлт аспан, серігім ол қаламмен аспап, еремін саған бәрін тастап, жаңадан жазап қалың дастан. Емде мені сен деп жерін күнде, өзімді өзгеремін де, келгеніміздің үзімімен, алып кет мені өзіңменен бірге. Қолымдан ұстаң сенің бір бейнең, сенің бір мейлі тынысым тарып, ертеңгі шағым елесің деймін, еріксіз бейлім сенім тағы. Рахмет, кеттік, дәлші жалғастыра берейік, әрі қарай да бізде кішігірім техникалық ақаулар, оған ондай қатты мән бермек қояйық. Әзірге біз әңгіме айта тұрайық. Жалпы ғалам шығып жатыр, бір амал дауылға, сіздер байқап жатқандай, біздің әндер кішігірім депрессияға алып келетін сияқты, бірақ бұл біздің реальность. Және де естіледі деген кезекте 4-ші әніміз тұр. Бұл естіледі деген әніміздің тарихы бойынша қалай шықты? Бұл әннің көп деген үлкен кісілер, әсіресе үлкен кісілер, жоғары жақта отқан адамдар, сол кісілер біздің жастардың талаптарының арасында естімей қалып жатады. Болсын, мына камераға ма? Үлкен кісілер арасында жастардың талаптарын естімей қалып жатады. Жастарда қазір проблемалар басқаша, олар бұрынғы замандағыдай емес, қазіргі мәселелер өзгеше. Олардың бәрін жастар айтып жатса да, үлкен кісілер әзірге шейін көз жұмып, сенікі дұрыс емес деп әңгімені қоя салатындар көп. Сондықтан кейбір мәселелерді жастарға көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Естілмей қалып жатқан проблемалар көп. Солар бір күні естіледі деген үмітпен шыққан әндердің бірі. Біз дайын болсақ, қазір бастаймыз 4-ші әнімізді. Неге Сары дейтіндер бар кейбіреулер? Сары деген топтың шығу тарихы ол карантин уақытында күз мезгілінде шықтық біз. Сары деп аталудың себептерінің бірі күз мезгілі, жан-жақтың бәрі сап-сары, табиғаттың өзі бізге айтып берді, өйстіп қоя салды деп. Екіншіден, Сары Арқа деген ауданда репетиция жасайтынбыз. Үшіншіден, сары түс ол біздің болашақтың түсі. Қазақ елінің болашағы үшін. Кеттік. 4-ші ән естіледі. Бұл тағдыр оңды солды бұрмалап, бұлттары баспан ашылып қалар. Ғарышқа қол созған мен үміт қала әркім бір шам жағар, мұңсыз адам жарық іздеп табар. Жарықта уақыт
піскен жан шыдап тауды басар таудай әмен түскен тамшылар таңға таман жауды қанмен піскен таушыда естіледі Тағы да айта кетейік достар, сіздер қазір Тамыр станциясынан бізді бақылап отырсыздар. Лайк дейтін нәрсе болса лайкты басып отырамыз, комментарий болса жазып отырамыз. Қазақ рок әлде кетіп бара жатыр. Қазіргі құдайға шүкір қазақ рок сахнасында жаңа топтар көбеюде. Сондықтан рок бұл біздің болашағымыз. Келесі әндердің бірі Оятпа мені деп аталады. Бұл тректің шығу себебі қалай? Осыдан 100 жыл бұрын Міржақып Дулатұлы деген атамыз Оян қазақ деген ән шығарып кеткен. Өлең шығарған, нақтырақ айтсақ. 100 жыл, бір ғасыр өтті. Қазақтың бәрі толықтар әлі ояна қойған жоқ. Көптеген қазақ бауырларымыз өзінің тілдерін әлі күнге шейін білмейді, үйренгісі келмейді, керек емес тіл дейді. Және де одан бөлек тағы да мәселелер жетеді. Кейбір кезде бір деградация кетіп баратқандай сезінеміз өзімізді, бірақ сондықтан мүмкін оянат шығармыз деген ниетпен шыққан өлең. Бізде қазақта бар ғой керісінше сөйлейтін. Бас десе аяқ дейді. Соны енді біз сондай ырымдап оятпа мені деп шығарғанбыз. Ұзап барады жатпа қалтаңда үңгір қапта таста босқа суды тамағың өлерде бір күн аштан жастар талабы сабақ қалып табу керексің ақша асырашың бар меді қимылдашы осы бастан демалыс жоқ менде демалатын деді пенде ең алыс сол елде қиындықтың бәрін көрген бейтаныс бұл өмір көрінбейді ешбір бейне күнде ұйқысыз төгілген сезім келе жанымды тапсырамын өмір сүріп жұмыспен өңімде өзгеріс жоқ қаптаған көкөністен көзі ашық бірақ сығалап жүр бұл кеңес өндірістер маған ғашық бірақ сабалайтын бұл тағдырмен бөліспедім қап-қара бұлт тап-қара бұлт қана аз қана қалт астанада жан-тәнім бақуалап ақша жинап батпаған баспана жоқ бастағаным таппағым бейтаныс бұл өмір көрінбейді ешбір бейне түндер ұйқысыз төгілген сезім кейде жанымды тапсырамын дәтке өкініш жоқ дегенмен қарадым мен бәрібір жақсы болсын күндер оятпа мені жанымды тапсырамын дәтке өмірім жоқ күн болып қала берем бәрібір жақсы болсын күндер оятпа мені оятпа мені оятпа мені оятпа мені қаншама тер қанша еңбек келеміз қансырап қаншама жер қаншама рет талпыныспен қаншама қаңыздар қадалдым тек қаншама тер жарып берем шаршама ояншы қараңғы ел қаншама тер жаралы жер айтшы қанша себеп қаншама жер қанша еңбек кетпеді жара емдеп қарыздармен қамалып менің аузым келме бірде бай бірде жоқ біздің уайым мерекенің күнді қайғы менің тоқ айтшы қанша себеп оятпа мені оятпа мені деп
айтып бол тыныш қалған ыңғайсыз екен. Енді біз үйреніп қалғанбыз негізі кәдімгі концерт жасап, онлайн концертте алғашқы болғандықтан кейін өйтіп қатты өйтіп қарамаңыздар енді. Келесі әуендер енді жаймен деп махаббат тақырыбы ашылуда. Біздер ойламаңыздар, тек қана депрессияда жүре беретін адамдар екен деп. Мәселеден бөлек махаббатта тақырыбыда өте көп кездеседі. Сол әндердің бірі шексіз ем, келесі әуен. Кейбір кезде өмірде болады бір сүйген жарыңды бір адамың тапқан кезде соған қараудың өзі бір үлкен ғанибет дегендей. Кеттік онда шексіз ем. Bir şuğa can bütün bir bala taşı değil kuvalap жатқаным bir danamды таптым күнің өзі сен шыққанда қуанады деп білем мұның жоғы екеніне дәлелімді төктім мен саған қарау шексіз езілді басты дер ем іздеп таптым мен сағынып жас жүрем болды мен мас күнем іздей берем қасымнан сәл ұзап кетсең ерінбей түзілген ел жетпей саған шыдай алмай берілем саған қарау шексіз махаббат үшін алып қойық. Кеттік. Әрі қарай жалғастыратын болсақ та, арасында біздің концерттерде бір ауа жетпей қалатындай жағдай болып жатады. Сонда бізде бір трегіміз бар, ауа дегендей. Есім кетті, екі реттен сенің демің мені кешті көрген адам сен бір ғалам кетпегейсің серт бермейсің даламда бір тал ағаштың жапырағын алдым сен бөлек әлемді аштың уақыт тоқтап қалды кеудеме күннің шуағы түсіп салды мәңді ерек
нұрға боялған кездер артта қалды. Барамын сайға, сайға, табамын қайдан, қайдан. Ауа, ауа, ауа. Бер маған уақытта суықтанатын кезге келіп қалды. Оқылған хаттарың ащы жанды өртеп алды. Ұзамай келісім шартың мені жаралады. Алаңсыз кеткен мен асып ғарышқа құладым. Барамын сайға, сайға, табамын қайдан, қайдан. Ауа, ауа, ауа. Бер маған ауа. Таныс болайық сіздермен бірге Сары тобы, біздің барабанщик Алинур. Және таныс болайық біздің гитарист Дастан. Менің есімім вокалистмен Талғатпын. Қай жаққа қараймыз? Жарайды. Сіздермен бірге Сары керек болса, бізге хабарласыңыздар, тыңдаңыздар. Кеттік. Иә, бұл инструменталмен не дегіміз келді біздің? Жалпы музыка дегенде бізде Қазақстанда бір жаман жері, бір осындай бейне шығады. Музыка дегенде тек қана вокалистерді ғана байқайды бұл көбісі. Бірақ көптеген инструменталистер де бар біздің Қазақстанда, бірақ олардың аттарын көбісі біле бермейді. Сондықтан рок группалардың, рок топтарының бір үлкен ерекшеліктерінің бірі, бұнда тек вокалист емес, бұнда тек бірыңғай топ қимылдайды, топ жұмыс жасайды. Да, бізде Дастан бар, Алинур бар, мен бар. Музыка осылай толықтай шығады бізде. Және де келесі әндердің бірі Зындан деп аталады. Бұл ән негізі біз осы жаздық сапарымызда осыдан 3 күн бұрын шыққан өлеңдердің бірі, 4 күн бұрын шыққан өлеңдердің бірі поездда сол Шымкентке келе жатқан кезде жолда шығарғанбыз. Әлі репетицияны да толықтай жасап көрмедік, сондықтан кеттік. Өлеңнің аты Зындан деп аталады. Сен менің санамды жаптың, түндер ұзартты, болыңғыр аспан қара бұлт. Езіліп тастан, жүрек жылатып, жанымды ластап, қашпа жоқ. Еркіндіктің мәніне, еріксіз әрине, сезім теріп дамиме. Жауапсыз бұл фәниде, жазықтан жар иле, қамаламыз қар үйде, жылатқан жылдар тояма ойынға, бойымда зында жолама ойыма. Тар ойыма, тар ойыма.
жауапсыз хаттар мені құлатты, жығылып жастан бастым шоқ. Теңіз шулатып, көзімді аштым, тұншығып ойға тойдым жоқ. Еркіндіктің мәніне, еріксіз әрине, сезім теріп дами бер. Жауапсыз бұл фәниде, жазықтан жарилеп, қамаламыз қариде, жылатқан жылдар тояма ойынға, бойымда зындан жолама ойыма. Тар ойыма, тар ойыма. Кеттік. Бұл әннің шығу тарихтарының бірі сол кейде болады адамда іштей бір өзіндік зынданға түсіп кеткендей. Сол қазақшасы қалай? Подсознание дегеннің. Соның ішіне түсіп кеткен кезде, кейбір кезде адамдар өз-өзін жоғалтып та алады. Сондықтан сондай зынданнан шығуға кеңес береміз. Осы өлең тыңдап. Жарайды, жалғастырайық. Келесі өлең енді ауыр тақырыптардың бірі шөп деп аталады. Бұл трекпен біз осы еліміздегі жастарға, біздің ел емес, бүкіл елдегі жастарға деген осы әуесқойлықпен айналысуды, доғаруды шақырамыз. Бұл өлеңмен біз сондай жаман нәрселердің не десе болады? Сол шөптің жаман қасиетін көрсетеміз ғой осы өлеңмен. Кеттік. Мен басқан шөп, текелектер төсеме тигенде сезім жанды, улығатын астым шөп. Көрінбейді түбінде жатқан қап-қара жәндіктер неліктен көп. Тізе бөге сұрадым, көзді жұмып алып жоқ. Бәрібір дәрігер әрекеттеді, мен емдейтін ешкім жоқ. Асығыс сәнімен, өмірдің заңымен келмейтін атым оқ. Өлетін күн келер, бірақ менде асығыс жоқ. Шыдашы тағы, шыдашы тағы, шыда. Жарық келер маған, жарық келер маған. Шыдады еден қара, шығамын деген адам. Мен басқан шөптің дәмі жоқ, қара бері от, бәлі жоқтан жаны жоқ. Қайта теріп жаға берем оттама, тек оқшалап жүрген еріндерің тоқтама, тек қоршап орта ауа береді. Төзе беремін, төзе білемін, сенім жоқ тағы бір қимылың, миды жара тола алат торы дене, дейін қадал келем. Өткен шаттың шаттары артта қапта, өзім соңында жауап берем. Келесіз теңізге мен баттым, қайықтадым жоқ. Шыдашы тағы, шыдашы тағы, шыда.
сен басқан шөп. Келесі тақырып енді бізде осыдан бір жылдай бұрын мұң тамыз атты әніміз шыққан. Мұң тамыз дегеніміз кейбір адамдар ойлайды мұңды тамызу деп. Бұл бірінші мағына. Әрине да мұңды тамызу жайлы өлең. Екінші тақырып ол мун тамыз. Ағылшынша мун бұл как айды, мезгіл. Тамыз айы атты. Тамыз айы деген қандай ай деген? Ол жаздың соңғы айы, жаз бітейін деп атқан кезде болатын ай. Сол кезде көп деген адамдардың көңіл күйлері жаймендеп түсе бастайды. Өйткені алдымызда күрең күз тұрар дегендей. Бұл өлеңмен біз осы жасөспірімдік кезді сипаттағымыз келді, метафорично. Сол балалар осы күзге қарай жақындап келе жатқан кезде сол есейгендің мағынасы. Есею жайлы өлең. Мұң тамыз. Кеттік. Ауысып кеткен менің күн мен айым, тауысып едің дағы сезім айым. Қалап тастан жүрек дайым, сенен қалған орын қайғы. Даусың тесіп мейлі санылайды, қауышып екі тегі сағындай бір. Ескі сезім қалай ұмытайын, есік жабық ескірмеген уайым. Тамыз айы өтіп кетті, есік жабық енді. Керегіміз қосылып, тереземде тостымен, беріп үміт солған деп, сезімізсің осы сен. Керегіміз қосылып, тереземде тостымен, беріп үміт солған деп, сезімізсің осы сен. Пайда болған қайда қорқын қайтпайлай, мен ойды жайлы қойдым айтпаған. Тап-таза жүрегімді саған беріп тарадым, таптама сенесің бе осы менің жарамды. Ақпарат жоқ әлемі жарың тұйық бара, ақпаратым қауіпті екен еле саралым. Мен баламын саған деген әлем жетпей барады. Тамыз айы өтіп кетті, есік жабық енді. Жабулы есік жанымды тесіп, сан түрлі деректер санамды кешіп, алдымда тұрғанда ялғыз билесің, керексіз сезімнің ерекшелесің. Жабулы есік жанымды тесіп, сан түрлі деректер санамды кешіп, алдымда тұрғанда ялғыз билесің, керексіз сезімнің ерекшелесің. Керегіміз қосылып, тереземде тостымен, беріп үміт солған деп, сезімізсің осы сен. Керегіміз қосылып, тереземде тостымен, беріп үміт солған деп, сезімізсің осы сен. Тамыз айы өтіп кетті енді, жаз тамыз айын десіп кетті сезім. Тамыз айы өтіп кетті, есік жабық енді. Ал енді жалғастыратын болсақ, махаббат тақырыбы әлі де жалғасуда. Осы эфирді көріп отқан тағы да айтайық, сіздер Тамыр станциясында отсыздар достар. Келесі әуен осы қарап отқан құпия көздерге арналады. Кеттік. Құпия көздерің ғарыш беріп маған, алысқа шығарып салдың неліктен. Өйтпей-ақ қойсаң болатын еді тағы, арамызда қараңғы неліктен. Қараңғы неліктен, қараңғы неліктен, қараңғы неліктен. Соңғы үміттар алдың мәні, соңына дейін барам әлі. Сенімді теріп санамадым, неліктен мені жазаладың. Бағымды іздеп барам әлі, өзімдей тура даралар. Ендігі ісім қалам алып, салдым тегі жоқ жағалауы. Құпия көздер ғарыш беріп маған, алысқа
келіп саған ескі ғашықтай. Сезім қаттай, сезім артпаймын, жаным тарап, теңім асықпай. Айналамда қараңғы жарық жоқ, өмірім артта қалып қойғандай. Қайталанбас қателіктермен сабағымды ұйықтап алғандай. Екі ойламай, енді ойнамайын, бұл әдісің болар мен үшін оқымай. Құпия, құпия көздері ғарыш беріп маған, алысқа шығарып салдың неліктен. Өтпей-ақ қойсаң болатын еді дағы, арамызда қараңғы неліктен, қараңғы неліктен, қараңғы неліктен, қараңғы неліктен. Құпия, құпия көздері, өтпей-ақ қойсаң болатын еді дағы, арамызда қараңғы неліктен, қараңғы неліктен, қараңғы неліктен, қараңғы неліктен. Құпия көздері ғарыш беріп маған, алысқа шығарып салдың неліктен. Эфирде болсаңыздар әлде рахметімізді айтамыз сіздерге. Шапалақ ұрып отырсаңыздар да болады, біз естиміз сырттан, менталды түрде. Кеттік. Енді бізде бір-ақ қана трегіміз қалды. Сол тректің аты Дария деп аталады. Таптым сені іздеп үмітпен, бұл ғаламда бәрі кезекте, алтын күміс серіп сезімнен, жылытатып қызыл егінді. Енді менен себепті күтпей, сенің бересің бе мен көктеп, бағымдай өнәде елеспей, күн мен айым менің теңесті. Шықпайсың ойымнан, шықпайсың ойымнан, о Дария. Шықпайсың ойымнан, шықпайсың ойымнан, о Дария. Дария, 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 о Дария, 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 о Дария, 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 о Дария, 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 Дария. Мәңгі шамым жанып кенеттен, көзді аштым да бір мезетте, жарты жаным менің есепте, бастыра алмай өмір өзекке, енді менен себепті күтпей, сенің бересің бе мен көктеп, бағымдай өнәде елеспей, күн мен айым менің теңесті. Шықпайсың ойымнан, шықпайсың ойымнан, о Дария. Шықпайсың ойымнан, шықпайсың ойымнан, о Дария. Дария, 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 о Дария. Дария, 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 о Дария. Дария, 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 о Дария. Дария, Дария, Дария. Тасқын судан өтіп, толқындары көрген, мен ойлаған екен, жоқ болмайды
ойымнан, шықпайсың ойымнан, о дария. Шықпайсың ойымнан, шықпайсың ойымнан, о дария. Дария, 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 о дария, 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 о дария, 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 о дария, 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 дария. Үлкен рахмет достар, сіздермен бірге болған қазақ рок группасы тобы Сары. Келесі кездескенше.